Қайырлы күн достар, мен бүгін медовик тортын жасадым. Менің рецептіммен де жасап көрсеңіздер болады. Өте жеңіл, қолжетімді заттардан жасалынады. Соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге керекті заттар: ыдысымызға сары майымызды салып аламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне балымызды саламыз. Бал менде бұл табиғи бал. Жай балды қолдансаңыздар да болады. Жай отқа, орташа отқа қойып, массамызды толықтай ерітіп аламыз. Барлы біркелкі араласты. Осы қантымыз толықтай ерігенше араластырамыз. Оның үстіне соданы салып және араластырамыз. Міне менде осылай шықты. Оттан алғаннан кейін 1-2 минут суытыңыздар. 5 минуттай суытыңыздар. Суығаннан кейін жұмыртқамызды салып араластырамыз. Барлығын араластырып, үстіне ұнымызды саламыз. Қанша керек, қанша қосқандарын барлығын астына описанияға қалдырамын. Ұнымызды қосамыз. Міне уже біздің массамыз дайын болды. Пергаментіне қағазды алып, арнайы өлшеп алсаңыздар болады. Осылай мен 4-5 қасықтан салып, 4 қорж, менде 4 қорждай шықты. Міне осылай барлығын бір келіп кетіп жағамыз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Әр қоржды 180 градуста 5-10 минуттай пісіп шығады. Міне піскен қорждарымызды мен осылай бір келіпке етіп барлығын бөліп алдым. Жан-жағындағысын бөлек алып қойыңыздар, біздің бетіне керек болады. Менде креміне бөлме температурасындағы сары май 82,5. Оған мен сгущенное молоконы араластырдым. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мен миксермен араластырдым сары майымды. Міне екеуінде сгущенка мен сары майды жақсылап араластырып аламыз. Міне өте әдемі қою крем шықты бізде. Енді қорждарымызды, торттарымызды жинаймыз. Мен осылай 4 қорж шықты менде. Кремдерін жағып, негізі кальций салып жинасаңыздар да болады. Мен былай жинадым. Барлығының арасына жақсылап кремдерімізді жағып, осылай бірінің үстіне бірін тортымызды жинап шығамыз. Енді жанында қалған қорждарын мен осылай блендерінен өткізіп, осылай майдалап алдым да жан-жағына сеуіп шықтым. Жан-жағына үстіне сеуіп шықтым. Міне менде осындай медовик болды. Оформление өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерде сахарный пудра септім, мен орех қоя салдым. Мен сіздерге қазір бұны холодильникке қойсаңыздар болады бір күнге.
мен бірден сіздерге нарезка арасын көрсетейін дедім. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік әрі оңай тез жасалынатын медовик жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк, пікір қалдырып кетіңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.